Сәлем достар, бүгін пісіруді қажет етпейтін өте дәмді жемісті пирог дайындайтын боламыз. Жемісті пирогтың калориясы өте аз, диета ұстайтындардың құлағына алтын сырға. Жемісті пирогымыз үшін бізге 800 мл жемісті йогурт, 200 грамм кез келген жеміс жидек, 100 грамм сары май, агар-агар және де 400 грамм кез келген печенье қажет. Алдымен печеньемізді ұнтақтап аламыз. Содан соң ерітілген сары майымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі массаға айналған соң ыдысымызға салып, жақсылап нығыздаймыз. Нығыздап болған соң жарты сағатқа тоңазытқышқа қоямыз. Айтпақшы, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. 100 мл суда агар-агарды ерітіп, оттың орташа жылдамдығында үнемі араластыра отырып, 4 минуттай қоюлғанша пісіреміз. Ескере кететін жайт, агар-агар тез қататындықтан йогурт бөлме температурасында болуы қажет. Йогуртты жаймен қоса отырып, біркелкі массаға айналдырып аламыз. Жеміс жидектерді турап, йогуртқа қосамыз. Енді йогуртымызды печеньенің үстіне құйып, мұздатқышқа қатқанша қоямыз. Агар-агар тез қататын болған соң, массамыз жарты сағаттың ішінде қатады. Печеньесі толықтай қату үшін массаны 1 сағат мұздатқышта ұстауға кеңес беремін. Егер мұздатқышта жарты сағат ұстасаңыз, видеодағыдай печенье үгітілгіш болып шығады. Мінекей осындай жеңіл десертіміз дайын. Видеоны соңына дейін көңіл бөліп қарағаныңыз үшін рахмет. Сіздермен болған Асылжан. Астарыңыз дәмді болсын.